Сәлем достар, бұл JavaScript курсының 10-шы сабағы. Бүгінгі біз сабақта 3 түрлі қолданушымен қарым-қатынас жасауды үйренеміз. Олар alert, prompt және confirm. Содан соң event түрлерін үйренеміз. Жалпы evenттер дегеніміз не? Eventтермен қалай жұмыс жасайды? Негізі event түрлері өте көп, бірақ біз кейбіреулеріне ғана тоқталып кетеміз. Ендеше сабағымызды бастайық. Ол үшін біз браузерімізді ашамыз, index.html файлын. Одан соң редактормен index.html мен my.js файлымызды ашамыз. My.js файлдағы ішіндегі барлығын біз өшіріп тастайық, оның керегі жоқ. Біз жаңадан жазамыз. Содан соң index.html-ға body'дің ішіне барып салайық. Екі input тегін, input name жазып кетейік бірден. Біріншісіне first дейік, типін жазайық. Бізде текстовый болсын. Екінші inputты жазайық, name дейік. Second дейік, екіншісі болсын. Типін текст деп қалдырып кетейік. Содан соң тағы бір форманың түрін жазайық, button, яғни батырма, оның ішіне қорытынды деп жазып кетейік. Сақтадым. Енді не шыққанын қарайық. Парақшаны жаңартам. Екі инпутымыз пайда болды міне. Содан соң қорытынды деген батырмамыз пайда болды. Қазір біз қорытынды бастық. Ештеңе де өзгермейді, өйткені біз ешқандай JavaScript сценарийін жазған жоқпыз. Сол үшін қазір JavaScript сценарийін жазайық. My.js файлымызға кіреміз. Осының ішіне мен eventті жазып кетейін, яғни қорытындыны басқан кезде орындалатын. Ол үшін біз document дегенді жазамыз, нүкте query selector деп жазамыз. Яғни query selector дегеніміз ол документтің ішіндегі белгілі бір элементті алу. Ол функция, метод. Соның ішіне string жазып кетеміз. Біздің жағдайымызда ол button. Содан соң нүкте add event listener деп жазамыз. Яғни бұған eventті тыңдатқыз дейміз. Соның ішіне біз evenттің типін жазамыз бірінші. Click дейік, яғни басқан кездегі орындалатын. Содан соң функция жазамыз анонимдік. Анонимдік әрі стрелкалық функция. Соның ішіне біз alertті жазайық. Alert басылды дейік. Яғни басқан кездегі басылды деп жазу жазамыз. Сақтадым. Парақшаны жаңартып қараймын. Қорытынды басам, ештеңе орындалмай тұр. Неге? Тексеріп қарайық біз. Ол үшін біз разработчик көмекші құралын шақырамыз. Содан соң консоль вкладкасын ашамыз. Соның ішінде бізде қатеміз жазылып тұр. Cannot read properties of null дейді. Яғни оқи алмай отырмын дейді. Белгілі бір мәнді ол null болып тұр дейді. Біздегі оқылып жатқан нәрсе add event listener функциясы жоқ болып тұр. Неге олай болып тұр? Өйткені мына біздің қорытынды батырмамыз әлі пайда болмаған кезде бұл my.js файлымыз орындалып тұр. Неге my.js файлы орындалған кезде бұл қорытынды батырмасы болмайды? Өйткені render деген нәрсе бар. Яғни осы парақшаны ашқан кезде мына элементтерді сызып бастайды. Бізге көрінетіндей етіп соны render деп айтамыз. Сол render орындалып жатқан кезінде, яғни ол әлі сызбай дейін орындалып кетіп тұр my.js файлымыз. Ол қорытынды батырмасын іздеп, мына button деген соны таба алмайды. Сондықтан да add event listener деген функциясы жоқ болады. Сол үшін біз арнайы бір функция жазуымыз керек, тағы да бір event. Осы құжат рендер жасап біткеннен кейін барып орындалатын қылып. Ол үшін біз осы жерге жазып кетейік. Window дейміз. Нүкте add event listener дейік. Содан соң түрін load дейік. Яғни осы window жүктеліп болған соң дейік. Window деп отқанымыз терезе. Мына браузеріміздің көрінетін жері, соның барлығын window дейді. Соған біз рендер жасап болған соң орындалатын нәрсені жасап қойып жатырмыз. Міне біз event іліп жатырмыз. Соң ішіне функция жазайық. Яғни осы іші орындалады біздің құжатымыз ашылып болған соң. Манаға document query selector add event listener клигімізді осының ішіне барып салайық. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Байқасаңыздар, ешқандай да қате болған жоқ. Яғни бәрі таза орындалып тұр. Енді қорытынды дегенді басамын. Басылды деп орындалып тұр. Неге олай болды? Өйткені бұл құжат орындалып болған соң біз click eventін салдық. Енді әрі қарай жалғастырайық. Тағы екі түрін көрсетейін alerттен басқа. Екіншісі ол confirm, яғни растау. Сіз сенімдісіз бе деп жазып жіберейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Қорытынды басқан кезде міне сіз сенімдісіз бе дейді. Яғни екі батырма пайда болды. Окей, cancel деген. Сіздің операциялық жүйеңіз орысша болса, бұл жерде отмена деген жазу болады. Енді бұның қандай айырмашылығы бар, бұның қандай пайдасы бар, сізге көрсетіп кетейін. Мен қазір if салып кететін болсам, confirm окей басқан кезде орындалады. Осының ішіне апарып alert деп жазып кетейік тағы да. Сіз дұрыс таңдадыңыз дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартып тексеріп көрейік. Қорытындыны бастым. Сіз сенімдісіз бе дейді. Мен егер cancel'да бассам, отменаны ештеңе де орындалмайды. А егер де мен окейді басатын болсам, сіз дұрыс таңдадыңыз деген жазу шығады. Мен мына жерде қате жазып жібергем. Дұрыс таңдадыңыз. Окей бастым қайттан. Міне сіз дұрыс таңдадыңыз деген шықты. Тағы да бір үшінші түрі бар. Ол prompt деген. Яғни қолданушыдан бір кез келген мәнді сұрайды. Мәтіндік. Мысалға мен сол мәнді алайын. Константты жазайын, name дейік. Біз есімін сұрайық оның. Осы promptты жазайын ішіне апарып. Сіздің есіміңіз кім деп сұрайық. Мына if'ті алып тастайын.
қош келдіңіз деп жазайық. Қош келдіңіз. Содан соң плюс name дейік. Тағы да плюс мен леп белгісін содан кейін жазайын. Мына жердегі леп белгісін алып тастайық. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Қорытындыны бастым. Сіздің есіміңіз кім? Мен Шынболат деп жазайын. Окейді бассам, қош келдіңіз Шынболат деп шығып тұрады. Яғни мен жазған мәнім осы жерге келіп орындалды. Мен егерде осы мәнді бермей кетсем, мына алерт орындала береді. Мысалы қорытынды деп жаздым, бірақ cancel'ды басатын болсам, ол кейінгі код орындала береді де, бірақ промпттан алған мәніміз нул болады. Міне, қош келдіңіз нул. Ондай болмас үшін біз осы name'ді тексеріп алуымыз керек. If дейміз, name дейік. Сосын алертті ішіне апарып салайық. Яғни біз окей басқан кезде ғана орындалады ол. Парақшаны жаңарттым, қорытынды. Cancel'ды бассам, міне ешқандай да орындалып тұрған жоқ. А егерде мен Шынболат деп жазсам, окей бассам, сол кезде ғана барып орындалады. Әрине, бос жол қалдырып кетіп те окей басатын болсам, ол орындалмайды. Өйткені бос жол болған соң ол if орындалмайды. Енді осы қорытындыға басқан кезде, мына екі сан жазған кезде, соны қосып мәнін шығаратын нәрсені жасайық. Ол үшін index.html файлына кірейік. Соның астына мен p абзацын салам. Соның ішіне мен нәтиже деп жазайын. Қос нүкте салам. Сосын span тегін салып кетейін. Бұған біз класс беріп кетейік. Result деген. Ішіне 0 деп жазып қояйын. Сосын осы екі мәнді алайық. Мынаны өшіріп тастайын барлығын. Қайтадан const деп жазайық. Constant result дейік. Тең болады. Біз бірінші input'тың мәнін алайық. Ол үшін документ query selector деп дом захват арқылы аламыз. Кәдімгі CSS пен мәнін берген сияқты input деп жазамыз. Содан соң жақша ішіне мен name жазып кетем. Тең болады. First дейік. Бұның біріншісінің мәнін алам. Содан соң нүкте val деп мәнін аламыз. Оған қосамын. Қазір екіншісінің мәнін қосайын. Мына first'ның орнына second деп жазайық. Осы екеуін қосып біз result константтың ішіне апарып салып жатырмыз. Констант деп атқан өзгермейтін мән, яғни біз бір рет қана апарып қосып ішіне апарып салдық. Одан соң біз ешқандай да өзгерту жұмыстарын жасамаймыз. Егерде біз result деп қазір өзгертетін болсақ, алдыңғы сабақтарымда айтып кеткендей, бізде бұл браузерде қате береді. Неге мен let-тің орнына констант қолданып тұрмын бұл жерде? Өйткені констант тезірек жұмыс істейді let-ке қарағанда браузерде. Әрине ол миллисекундтар, сіз оны байқамайсыздар. Ол код өте үлкен болған кезде қажет болады. Сондықтан да қазірден бастап әдетке ала беріңіздер. Let-ті тек өзгертетін кезде ғана қолданыңыздар. Енді осы result-ты апарып мен span-ның ішіне апарып салуым керек. Сол үшін документ query selector деп жазам. Оның ішіне апарып span-ды шақырайын. Result, яғни алам span тегін. Соның ішіндегі мән өзгерту үшін inner html дегенді жазайын. Тең болады деймін. Result деймін. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне мына жерде нәтиже қазір 0 болып тұр. Мен мына жерге 15 жазайын, мына жерге 30 жазайын. Қорытынды деп бастым. 15-30 деп шығып тұр. Неге ол 45 шығарудың орнына бізге 15-30-ды шығарып тұр? Өйткені біз нүкте val деп алған кезде мына екі инпуттардан ол бізде string күйінде алады. Ал JavaScriptте string пен stringті қоссақ, ол жалғайды. Сол бізге жалғамас үшін, оларды сан күйінде қабылдау үшін арнайы JavaScriptте функция бар, parse int деген. Соларды жазып кетейік, міне алған мәндерімізден. Біріншісіне бердім. Бірінші алып атқан input name first'қа, енді екіншісіне де жазып кетейін. Міне, екеуіне де салып қойдым parse int'ті. Яғни string күйінде келеді, строка күйінде. Содан соң оларды integer'ге айналдырады, санға. Сосын апарып қосады, не ортада қосу тұр. Result'қа апарып салып, оны біз span тегіндегі inner html арқылы өзгертіп жатырмыз. Парақшаны жаңартайын. Тағы да дәл сол сандарды жазып шығайын. 15-30 деген қорытынды бастым, нәтижесі 45 болды. Осы жолы міне қосып тұр. Егерде мен 15-тің қасына апарып әріптерді жазатын болсам, ол әріптерді елемейді. Міне, ешқандай да өзгерген жоқ. 14 жазатын болсам. Неге олай елемейді? Өйткені ол жерде parse int тұрған соң. А егерде біз тек қана әріптер жазатын болсақ, онда қате шығады, not at number деген, сан емес деген яғни. Қалған event түрлерін көрсетіп кетейін, көп таралған. Оның біреуі фокус, сол inputқа апарып фокус жасаған кезде орындалатын нәрсе. Query selector дейін. Ішіне строка берем. Input name first дейік. Біріншісіне орындайық. Содан соң at event listener, яғни event'ті тыңда дейміз, событияны тыңда. Типін жазайық, фокус дейік. Сосын стрелкалық функциялар жасайық. Console log жазып кетейін, ішіне орындалатқан көріп тұру үшін. Орындалды деп жазып кетейін жай ғана. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Менде қате шығып кетті. Мен бірдеңені дұрыс жазбадым. Мен жерде first'ті дұрыс жазбаппын. First және тырнақшаны салмай кетіппін.
парақшаны жаңартамын. Енді апарып инпутқа апаратын болсам, міне қалай оны бастым, менде фокус пайда болды, көк жанып тұр, міне ол сол кезде орындалып тұр. Қайттан апарам, міне екінші рет орындалды. Яғни әр фокус жасаған сайын ол орындала береді. Тағы оның түрлері фокустан бөлек queue up, queue down деген бар. Жалпы queue up пен queue downның қандай айырмашылықтары бар? Біз пернетақтада батырманы басып саусақтарымызды қалай көтереміз, queue up сол кезде орындалады. Ал пернетақтадағы батырманы басқан кезде ол queue down орындалады. Пернетақта деп отқанымыз клавиатура. Мен қазір queue upты қалдырып кете берейін. Парақшаны жаңарттым. Міне S жазған кезде міне eventіміз жасалды. Әріптер жазған сайын менде орындала береді. 12 рет орындалды, 12 әріп жазған соң. Queue down'да дәл сондай болып орындалады. Парақшаны жаңартам. Міне тек айырмашылықтары манағыдай. Тағы да бір екі түріне тоқталып кетейін. Mouse enter, mouse leave деген. Mouse enter деген біз мышкамыздың стрелкасы барған кезде орындалады, ал екіншісі шыққан кезде орындалады. Mouse enter деген қазір барған кезде орындалатын нәрсе. Міне орындалды. Мышкамызды қайтына апарды, тағы да орындалды. Ал leave деп жазатын болсақ, сақтадым, парақшаны жаңартам, мышканы алып кеттім, міне сол кезде орындалады. Тағы алып кеттім, сол кезде орындалып тұр. Негізі event түрлері өте көп, сіздер олардың барлықтарын интернеттен қарап үйреніп алыңыздар. Жалпы evenттің түсініп кететін нәрсесі, ол жалғыз DOM элементтерге ғана орындалмай, ол кез келген объектіге де орындала береді. Запрос жіберетін нәрсе кезде де орындалады. Яғни қолданатын жерлері оның өте көп. Жалпы осы мына баттонға кликтің басқа түрлері де бар. Eventті ілудің осыны мен көрсетейін сізге. Көшіріп алдым, комментарийге салдым. Нүкте on click деп жазамыз. Сосын тең болады, енді осы функцияны береміз. Стрелкалық функцияны салайық. Алертті жазайық. Иә деп қояйық. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Қорытынды бастым. Иә деген орындалып тұр. Яғни бұл тағы да бір түрлері. Дәл солай on click'тен басқа on focus деген сияқты жаза берсеңізде де болады. Бірақ мен бұл әдісті растамаймын. Одан да add event listener түрін жазсаңыздар болады. Бұдан бөлек тағы HTML тегінде бірден сияқтан жазсақ та болады. Мынаны алып тастайын. Осы жерде міне баттонға апарып жазып кетем. On click. Ішіне апарып алерт деп жазайық мысалға. Жоқ дейік осы жол. Парақшаны жаңартам. Қорытынды бастым. Жоқ деген сөз шықты міне. Осыменен сабағымды аяқтадым. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.